Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Баршаңызға Алланың есендігі берекеті болсын. Мінекей қолымда тұрған кереметтей сахабалардың сәулелі ғұмыры деген менің алғашқы еңбегім баршаңыз білетіндей жазылып біткен болатын. Осы еңбектің желісінде біз қасиетті Мекке мен Мәдина қалаларында осы кітаптың желісі бойынша 30 сахабаның өміріне қатысты сабақтарды түсіріп дайындап қойдық. Алла қаласа міне жақын күндерде YouTube каналымызға шығады. Сол жерден қапы қалмай бізбен бірге ілесіп, осы сахабалардың сәулелі ғұмырынан сіздер де өмірлеріңізге сәуле алыңыздар, нұр алыңыздар деген ниетпен осы кітапты қайтадан сатылымға шығарып жатқан жайымыз бар. Төменде көрсетілген номерге хабарласыңыздар. Төменде WhatsApp-тың сілтемесі бар. Сол жерге өтіп, осы кітапқа тапсырыс беріп, бізбен бірге күнделікті сахабалардың өмірбаянында араласып, бізбен бірге қатынасып, сабақтың берекетін алуды Алла нәсіп етсін. Алла жар болсын, баршаңызға пайдалы білім берсін. Сахабалар салған сара жолмен жүруді нәсіп етсін баршамызға. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ахмадуллах раббил алямин. Салли салатан ва саламун аля хабибил амин Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва алейхи ва сахбихи ва саллим. Амма бa'д. Қажекелі қайырлы кеш. Мынау Құда қаласа Нұрсұлтан деген бауырымыздың кітабын өтіп жатыр. Авариядан өлмей қалған. Кезекті сахаба, Құдай қаласа, өткенде бастадық. Бірінші сахаба Дихия әл-Кәлби деген. Дихия ибн Халифа әл-Кәлби, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның Византия императорына жіберген елшісі, және Жабриил періште сол кісінің бейнесінде келген деп өткен болатынбыз. Енді мына кітаптың ерекшелігін айтайын, қажекелер. Ерекшелігі дегенде ерекшелік емес, фишкісін айтайын. Кітап анау атақты сіздер танитын сахабалар жайында жазылмаған бұл кітап. Бұл кітап керісінше соның. Ешкім танымайтын, көлеңкеде қалып кеткен, бірақ өмірі аз болса да қазақ еліндегі мұсылман жамағаты ол кісіні танысын деген ниетпен жазылған кітап. Сол үшін мына жерде қазір келесі бүгінгі өтетін сабағымыздың сахабаның өмірбаяны өте қысқа, бірақ өмірінде пайғамбармен болған бір керемет нәрсесі бар да, саллаллаху алейхи ва саллям. Бүгінгі сахабамыздың есімі бұл Фадл ибн Аббас әл-Хашими, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның туысқаны. Қалай туысқаны десеңіздер, пайғамбарымыздың әкесі Абдулла бар ғой, Абдулланың бауыры бар Аббас деген. Сол Аббастың тұңғыш ұлы ғой, үлкен ұлы. Демек екеуі не болды қажекелер? Немере ағайын болды. Немере ағайын. Фадл, атын ұмытып қалмаңыздар, Фадл ибн Аббас әл-Хашими. Аббастың кім екенін білесіздер? Кеше өткен сабақта анау пайғамбарымыз дәнді дақылдар келген кезде, Шамнан келген кезде не деді? Я Алла, туысқандарымның ішінен өзіңе қатты ұнайтын бір кісіні қонақ болып келуін нәсіп еткен кезде Аббас кіріп келеді, көкесі. Демек сол Алла тағала жақсы көретін пендесі сол Аббастың баласы екен да мына кісі, Фадл деген кісі. Бұл туралы былай дейді. Кіріспесі былай деп жазылып тұр. Алла елшісінің ақырғы сапарында, яғни дүниеден өткен кезінде, денесіне мұбарак, денесіне су құйған Фадл ибн Аббас еді деп айтқан екен сахабалар. Пайғамбарымыз дүниеден өткен кезде не істеп тұрған қажекелер? Су құйып тұрған. Енді мен мына сабақта бәрін айтып тастамаймын қазір. Кім су құйды, кім жуындырды деген сияқты. Неше адам кірді пайғамбарымыз? Оның жуындырған суы қайқа кетті деген сияқты. Бар ғой сондай сұрақтар бізде, дұрыс па? Оның барлығын мен айтпаймын, өйткені мына жерде алда сахабалар бар да мына жерде. Олар да пайғамбарымыздың жуынуына қатысқан. Мына кітаптың ішінде бар. Сол үшін қазір шетінен келеміз оларға иншалла. Бүгінгі біздің сол кейіпкеріміз бұл Фадл ибн Аббас әл-Хашими. Әкесінің аты Аббас ибн Абдул-Мутталиб әл-Хашими. Абдул-Мутталибтің баласы Аббас. Абдул-Мутталибтің қиссасын білесіздер ғой, 10 бала тусан біреуін Алла жолында құрбан қылам деп пайғамбарымыздың әкесі Абдуллаға шығатын. Сол Абдул-Мутталиб деген. Кеше ана кім Абраха пілдермен келген кезде мен түйелердің есімін үйдің өзінің иесі бар деп айтқан кісі осы Абдул-Мутталиб. Бізде шатастырады көкесімен ше Абу Талибпен. Абу Талиб бұл Аббас сияқты пайғамбарымыздың көкесі. Абдул-Мутталиб бұл пайғамбарымыздың атасы. Саллаллаху алейхи ва саллям. Анасы Любаба әл-Кубра бин әл-Харис әл-Хашимия. Ол да Хашими руынан екен. Анасы, сахабаның анасы, Фадлдың анасы Любаба әл-Кубра. Бұл да исламды қабылдаған, алғаш қабылдаған сахаба әйелдерден. Туған жері Мекке қаласы, міне сіздермен біздер өткен жер. Дүние салған жері кімнің, қарасаңыздаршы, кімнің дәмізі қақтап өтетін білмейсің де, Шамда қайтыс болған екен, Палестина жерінде. Қазір көреміз қалай қайтыс болған. Амуас деген елді мекенде қайтыс болған. Фадл ибн Аббас пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкесі Аббастың тұңғышы. Демек үйдің тұңғыш баласы екен Фадл. Пайғамбарымыздың өзі бұл кісі үйленіп жатқан кезде, Фадл үйленіп жатқан кезде немеренісі ғой.
Safiya bint Mahmiya деген қызды үйленіп жатқан кезде пайғамбарымыз сосын кісінің махрын төлеген екен. Тойға көмек ретінде пайғамбарымыз Фадлдың әйеліне не төлеген? Махр төлеген екен. Ал енді анасы Любаба, кімнің анасы? Фадлдың анасы Любаба. Аббастың әйелі Любаба, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйелі бар, Маймуна деген. Соның туған әпкесі екен. Пайғамбарымыздың әйелі бар, Маймуна деген. Маймуна бинт Әл-Харис деген. Мынау Любаба Әл-Харис бинт Әл-Харис. Екеуі де Харистің қыздары. Демек, мынау Аббас бір жағынан пайғамбарымызбен бажа болып тұр ғой сонда. Жоқ, оның емес, ол бөлек. Мына пайғамбар Маймунаның қажекелер, Маймуна анамыздың қабірі, тура Айша анамыздың мешітіне баратасыздар ғой, бәдел істеуге. Жолда сол жерде жатыр қабірі. Өзінің өсиеті бар, Алла елшісі екеуміздің некелеген жерімізге көміңдер деген. Сол жерде некеленген, сол жерде Маймуна анамыз қайтыс болған. Сол Маймуна анамыздың туған әпкесі екен, Фадлдың анасы. Миларыңыз ашып кеткен жоқ па? Айша анамыз? Жоқ, Айша анамыздың қатысы жоқ. Одан кейін бұл кісінің аты атала ма, көп жерде айтылады? Маймуна анамыздың аты аталады. Бұл тұрмыста болып, кейін пайғамбарымызға тұрмысқа шыққан әйел ғой. Күйеуі қайтыс болып. Момындардың анасы ғой, бірінші айтқанда. Айша анамыз қалай, Хадиша анамыз қалай, Маймуна анамыз да сондай. Сол Маймунаның әпкесі, мына бүгінгі кейіпкер сахабамыздың анасы. Енді келді ау деймін бұлай жобасы. Енді бұл кісінің өмірбайын айтып отырмын ғой, аса бір андай нелер жоқ, ойбай қиратқан, мына кітаптың жазылуындағы мақсат сол, негізгі ескі классикалық кітаптарда бұл сахабалар туралы не айтылды, соны ғана айтады болды. Ойдан ештеңе қосылмаған кітапқа. Мына жерде тек бізге жеткен хабарлар мынадай, пайғамбар Алла елшісімен бірге хижреттің 8-ші жылы Меккенің ашылу оқиғасына қатысты дейді. Сонда екі ортадағы өмір қайда бұл кісінің? Не істеген білмейміз. Бәдір қайда, Ухуд қайда, хижрет қайда, Хандақ қайда, Табуқ қайда, білмейміз, белгісіз өмірі. Не білген адамдар айтпай кеткен, не бізге жетпей қалған риуаяттар өмірін ол кісі жайында. Или қатты бір көзге түспейтін өзімен өзі сондай бір кісі болған болса керек. 8-ші жылы Меккенің ашылу оқиғасына қатысты дейді пайғамбарымызбен бірге саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз Мәдина көшкеннен кейін 8 жылдан кейін келіп Меккені алады қажекелер. Сөйтіп Қағбаның жанындағы нелердің барлығын, пұттардың бәрін қиратады. Соны өртеткізеді Халидке. Именно Халидке өртеткізеді. Халид енді исламды қабылдаған кезде өйткен. Баяғыда бұлар сыйынды ғой өткен өздері. Нақты исламды қабылдағандығы туралы ешқандай деректер табылмады дейді. Қашан исламды қабылдаған білмейміз. Пайғамбарымыз Мәдина кеткеннен кейін бе, әлде Меккеде жүрген кезде ме, Алла біледі. Бірақ Меккені ашып ары қарай Хунайн шайқасына бет алған кезде, Хунайн деген шайқас бар, таифтықтармен болған қажекелер. Осыдан шамамен 60 километр жерде Меккеден мына жерден. Хунайн деген жер бар, ойпат мынадай. Хунайн шайқасында неше сахаба болды білесіздер ме? 12.000 сахаба болған қажекелер. 12.000 сахаба. Ислам тарихындағы ең көп әскер Хунайн шайқасында болған. Сонда жолда кетіп баратып сахабалар сөйлей жібереді ғой. Бүгін біз көппіз дейді ғой. Қиратамыз дейді. Қарасаңызшы. Баяғыдан бері аз болып кетті ғой. Бәдірде 313 мыңға соғысты. Ухудта 703 мыңға соғысты. Хандақта 3000 сахаба 10 мың мүшрикпен соғысты. Постоянно аз болып кетті. Енді көп 12.000 сахаба. Ояң. Бүгін біз көппіз деді ғой. Пайғамбарымыз бекер айтып қойыңдар осы сөзді. Ана ауыздан асылық сөйлеу деген осы қажекелі. Ауыздан абария болсаң, сол айтқан нәрсеңмен сыналасың негізі. Қарасаңшы, сахабалар 12.000 сахаба Хунайн шайқасына, ойпатқа Хунайнға кірген кезде жебелер жаңбыр сияқты жауған. Жаудың жебелері. 11.900 сахаба қашып кеткен пайғамбарды тастап салаллаху алейхи вассалам. Жаңа келіп жатқандар бар, қиратамыз деп. Қасында 100 сахаба қалған, соның біреуі осы екен, Фадл екен. Қасында 100 сахаба қалады, пайғамбарымыз дұға қылады. Я Алла, менің жанымда қалғандарға, көбісі ансарлар қалып қойған. Ансарлардың балаларына, олардың балаларының балаларына, балаларының балаларына Алла рахмыңды төк деп дұға қылады пайғамбарымыз. Қасында кім қалып қойды, соларға дұға қылады. Бірақ енді кейін келеді олар. Жаңа ана бірінші соққыда абдырап қалады да, қашады ғой бәрі пайғамбар тастап. Кейін пайғамбарымыз айқайлатады, ана Ридуан сертінде серт бергендер, қайтыңдар ағаштың түбінде деп айқайлайды. Қасына сахаба айқайлайды, қашып бара жатқан сахабалар қайттан келеді де, сөйтіп ана жаудың әскерін істейді, қажекелер шеңеді. Алла тағала Құран кәрімде "Яума Хунайнин а'жабаткум касратукум" деп аят түсіреді. Хунайн күні
сендердің көптіктерің өз-өздеріңді дандайыстып қойды дейді. Жеңіс көптікте емес қажекелер. Жеңіс неде? Алладан жәрдем, Алланың жәрдемінде. Көрдіңіз бе? Адам ешқашан не қыла алмайды, Алладан сәттілік болмаса бір іске жете алмайды. Міне сол қиын абдыраған сәттерде Алла елшісінің жанынан бір елі ажырамаған бекем кісілердің бірегейі осы Әл-Фадл ибн Аббас Әл-Хашими болған дейді. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге қоштасу қажылығы, кеше біз Арафатқа бардық, қоштасу қажылығына қатысқан екен. Сол жердегі өсиетті жаттаған пайғамбарымыздан тікелей естіген кісі Фадл. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қасынан үнемі қалмай жүргендіктен бұл кісіні Алла елшісінің көмекшісі немесе көлеңкесі деп атаған екен. Пайғамбарымыз жанынан бір ел қалмайтын болған екен бұл кісі. Сонымен қатар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мәңгілік сапарға аттанған кезде оның мұбарак денесіне су құю бақыты осы кімге бұйырды дейді? Фадл ибн Аббасқа бұйырды дейді. Ал жуу кімге бұйырды қажекелер? Али радиаллаху анхуға бұйырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күйеу баласы Али пайғамбарымыздың мұбарак денесін жуындырады. Сол кезде үстінен су құйып тұрған кісі кім болды екен? Біреуі Фадл екен. Ал енді әлі бар адамдар, мына жақта келеді иншалла. Сөйтіп арулап жердің қойнына пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның денесін тапсырды дейді. Одан кейін өмірден еш рахат таба алмаған Фадл ибн Аббас Шамға кетіп бара жатқан әскермен бірге жорыққа аттанды дейді. Енді ана Мәдина қаласына жүре алмайды бұл кісі, қиналады, пайғамбар жоқ болғаны. Сөйтіп Шамға кетеді де Алланың дінін ақырғы деміне дейін таратады дейді. Византия империясын құлатады, Шамда жүріп. Сөйтіп Византия империясы құлап жатқан кезде хижреттің 18-ші жылы қажекелер Палестина мен Иорданияның шекарасында Амуас деген кішкентай ауыл бар. Сол ауылда оба тарайды. Оба дерті. Сол оба дертіне бұл кісі де шалдығып қалады. Сол обадан қажекелер 30 мың сахаба мен табиғин қырылып қалған. Солардың ішінде тірі күнде жәннатпен сүйіншіленген Абу Убайда Амр ибн Жаррах деген сахаба бар. Муаз ибн Жабал бар. Пайғамбарымыз не дейді? Менің үмметімдегі адал мен арамды ең қатты білетін кісі деп айтқан. Солардың барлығы Муаз ибн Жабал бүкіл өзінің семьясының бәріне жаназа оқиды, соңында өзі өледі. Солардың ішінде оба дертіне шалдығып, сол жерде шахидтік мәртебемен дүниеден өтті дейді. Қараңыздар, шахидтік мәртебе деген сөзімізге жауап берейік. Обамен өлген адам шахид бола ма қажекелер? Обамен өлген адам шахид болады. Пайғамбарымыздың хадисі бар саллаллаху алейхи вассалам. Бұл оба дейді, оба. Сендерге дейінгі қауымдарға Алланың азабы болып келген еді дейді бұл ауру. Бірақ менің үмметіме керісінше Алланың рахымы болды, және бұл ізгілердің өлімі болды дейді. Анау адам өле алмайды деп тұр ғой бұл аурумен. Шахидтік деген осы екен қажекелер. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп бұл кісі Фадл ибн Аббас шахидтік мәртебемен оба дертінен Палестинаның Амуас деген ауылында қайтыс болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан 20-ға жуық хадис риуаят еткен екен қажекелер. Машалла, керемет. Өкінішке орай біргем дүние қажекелер, бәрімізде біргем дүние. Фадл ибн Аббастың ешқандай баласы болмаған екен қажекелер. Бірақ бір түйір қызы болған екен. Сол қызы Уммул Кулсум деген қызы болған екен. Ол қызын Алидің баласы Хасан бар ғой, пайғамбар немересі. Сол кісі некелеген, алған екен, некесіне алған екен. Енді ол қыздан бәрібір не тарамайды ғой, білесіздер ғой. Ұлға жарымаған екен да, енді былай Алла нәсіп қылмаған екен да. Сахабалар былай деп айтады екен қажекелер. Кімде кім сұлулықты, сымбаттылықты, әдемілікті, ғылымды, білімді, фихті, жомарттықты, қолдың кеңдігін, 3 сипатты бір үйден көргісі келсе, Аббастың шаңырағына қарасын деп айтқан екен. Неге десеңіздер, ол үйде ең сымбатты Фадл болған дейді. Міне бүгінгі біздің кейіпкеріміз өте сымбатты кісі болған екен. Және ең білімді Абдулла болған екен. Абдулла ибн Аббас. Және ең жомарт Убайдулла болған екен. Аббастың Убайдулла деген баласы өте қол кең болған екен бұл кісі. Мінекей осылайша сахабалардың ішінде мақтаулы өмір сүрген сүйікті тұлға Аббастың ұлы Фадлды әлемдердің жаратушысы да мақтаулы орынға орналастырғай деп кітаптың аяқталған екен сахабаға қатысты өмірі. Түсінікті болды ғой қажекелері? Алхамдулилlah. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.